Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен қатпарлы самсаның рецептісін түсіретін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен керегі 500 грамм електен өткізілген ұн. Содан соң 2 шай қасық тұз керек болады. Менде тұздың өте ұсақ түрі. Содан соң 250 грамм салқын суды қосып, жақсылап араластырып, қамырдың басын біріктіріп алатын боламыз. Қамырды қатты болып қалады деп уайымдамаңыздар. Басында кішкене қатты болады, содан соң июнін қандырып 15 минут сайын қайта-қайта илеп тұратын боламыз. Содан соң бетін жауып, қайта 15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай басын біріктіріп, осылай қамыр жасап алатын болдық. Содан соң осылай майымызды алдын ала ерітіп дайындап алатын боламыз. Менде бұл жерде маргарин майы, арнайы самсаға арналған түрі. Содан соң бізде тоқ майды ерітіп, содан соң қолдың майын араластырып алдым. 3 түрлі майды ерітіп, алдын ала морозильникте қатырып, суын ағызып дайындап алдым. Ол жерін мен видеоға түсірген жоқпын. Содан соң көріп тұрғандарыңыздай тынып тұрған дайын қамырымызды қайта-қайта осылай үстін жақсылап басып зуаламызды жайып алатын боламыз. Қайта-қайта үстін басып зуаламызды жайып алған кезімізде бізге үстін басуымыздың септігі өте жақсы тиеді. Осылай көріп тұрғандарыңыздай үстін қайта-қайта басып алсаңыздар, біздің қамырымыз жақсы жайылатын болады. Домалақ немесе сопақша етіп жайып алсаңыздар болады. Қамыр тым қатты жұқа немесе тым қатты қалың болып кетпеуі қажет. Мен 2 зуаланы бір-бірінің үстіне май жағып орап шығатын боламын. Сіздердің оқтауларыңыз үлкен болған жағдайда, сіздер бір оқтаудың көмегімен бір ғана қамырды үлкен етіп жайып алып орап алсаңыздар болады. Мен бір қамырды 2-ге бөліп алдым. Осылай домалақ етіп, қайта-қайта илеп, домалақ тәсілге келтіріп алатын боламыз. Менің арнамда сізге ұнайтын рецепттер бар деп сенемін. Егер менің арнамнан не көргілеріңіз келеді, қандай рецепттер көргілеріңіз келеді, соны комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Мен соны рецептін түсіріп салатын боламын. Осылай қамырымыздың үстіне жаңағы майымызды жағып алатын боламыз. Сіздерге немен жағу ыңғайлы, солай жағып алсаңыздар болады. Мен перчатканың көмегімен жағып алдым. Әрине майымыздың қатқанын кішкене күтетін боламыз. Қатты қатса тіпті керемет болып шығады. Менде кішкене асығыстау болып қалғандықтан қатты көп қатырып ұстаған жоқпын майды. Мына жерде 2-ші зуаламызды жайып, үстіне қойып, оның үстіне тағы да майымызды жағып алатын боламыз. Ішіне ауа қалмағаны дұрыс. Негізінде менде кішкене қалып кетті. Орап жатқан кезде ауасын шығарып, орап алатын боламыз. Осылай майымызды бір тегіс етіп, барлық жеріне тегізіп жағып алатын боламыз. Сол кезде қатпары да, көлемі де әдемі болып шығады. Осы әдіспен міндетті түрде осы самсаны жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай ауасын шығарып тастауға барынша тырыстым. 1-2 жерінде сонда да қалып қойды. Барлық жеріне тегізіп, осылай бір тегіс етіп майымызды жағып алатын боламыз. Тағы да айтып өтейін, Три желания майының маргарин деген түрін алып қолданатын боламыз, немесе слойка деген түрі болады, соны ерітіп аламыз. Содан соң құйрық майды және қолдың таза майын, яғни гхи майын қосып, 3 майды жақсылап қосып ерітіп, морозильникте сақтап, оны 1 сағатқа қойып, астынан шыққан суын ағызып тастап, қамырдың бетіне жағатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ауа қалдырмай бір тегіс етіп орап аламыз.
немесе осылай тесіп ауасын шығарып жіберсеңіздер болады. Дайын болған қамырымызды осылай пищевой пленкаға орайтын боламыз. Сол кезде бір тегіс қатпары әдемі болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай жасап аласыздар. Мен де тоңазытқышта көп уақыт сақтамадым. Көлемі 25-30 см болса жеткілікті. Қатпары көрініп тұрған шығар, осылай әдемі болып шығады. Бір басып алып тек қана шетін жайып алатын боламыз. Шетін басып жайып алатын боламыз. Ортасы қалыңдау болып шығу қажет. Шет-шеті жұқалау болып, әдемі болып шығу қажет. Сол кезде қамырымыздың қатпары әдемі болып шығады. Нағыз өзбек ұлтының самсасының дайындалу тәсілі болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай дайын болған домалақ қатпарлы қамырымызды көріп тұрғандарыңыздай осылай стақанның көмегімен немесе пилай осылай домалақ етіп, шұңқыр етіп жасап алатын зат керек болады. Осылай жасап алатын боламыз. Мына жерде мен екінші рет көрсетіп жатырмын. Сіздерге оңай болу үшін. Осылай үшеуінің басын біріктіріп болған соң тағы да соңынан тағы да шет-шетін жабыстырып шығатын боламыз. Бетіне жұмыртқа жақпаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай су жағып шығамыз. Немесе жұмыртқаны да жағып шықсаңыздар болады. Бұл кезде өте қатты жылтырамай шығады. Бірақ қатты қатпарлы болып шығады. Дәмі өте қатты ұнады. Мен жай ғана картоп пен көк шөптерді араластырып істеп алдым. Сіздер тартылған еттен жасасаңыздар болады. Сіздерге ұнайтынына сенемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай сау болыңыз.